Так, бүгінгі күн дерс болып тұр екен. Так, онда мен бүгін охотаға шығатын күнім. Мен қазір онда бүткіл заттардың бәрін алып алайын. Мынаны үстіме киемін. Одан соң біздер, так, міне садақ, кирка заттарды аламыз. Қалған печка, мынау аттың тамақтарын бәрін мына қоя тұрайық. Мынау өзіміздің тамақ, мынау аттың тамағында. Мен саған онда мен өзімнің жылқыма отырайын. Так, қай жылқыма отырсам екен? Мына ақ жылқыма отырсам екен или қара жылқыға отырсам ба екен? Қара жылқыда негізі так отыруға болады негізі қара жылқыға. Так дей тұр. Мынаны хоп деп алып аламыз. Жібі қайда кетіп қалды? Жібін кесіп тастадым ба не? Міне жібі осы жақта екен. Мен саған, братан, мынандай ламборджини көлігін қайдан алдың? Бұл көлікті алу үшін сен осы каналға тіркелуің керек. Сол кезде осындай ламборджини көлігін аласың. Так, қалай тіркелсем болады? Опана, мінеки подписаться кнопкасын бастым. Жақсы болды ғой. Мінеки лайк кнопкасын да бастым. Мәссаған, мынаны қараңыздар. Менің қолымда осындай изумруттар пайда болды. Жақсы болды ғой. Достар, мен өзіме осындай бір жаңа ламборджини алатын болдым. Сіздер де тіркеліп, арнаға тіркеліп осындай ламборджини алыңыздар. Сіздерге сәттілік. Ендеше біздер өзіміздің видеомызды жалғастырамыз. Кеттік. Так, кеттік, онда біздер охотаға шығамыз. Достар, біздер бүгін охотаға шығамыз. Так, бүгінгі охотадан не ауласақ болады екен? Қазір көрейікші. Не бар екен мына жақта аулайтын заттардан? Қазір көреміз. Мына жақта негізі қойдың еттері бар. Қойдың еттерін жеуге болады. Опана, сиыр бар екен. Так, қазір біздер сиырды аулайтын боламыз. Давай. Хоп, тимей қалды. Так, саған тигіздім. Хоп, мына жердегі бүткіл 4 түлік малдың бәрін қыратын боламыз. Тимей қалды. Так, атым қайда? Жылқым қайдасың? Қайда қашып бара жатырсың? Топас, бері кел. Сен не қашып бартсың? Қазір жылқының үстіне жүріп жатамын. Білен тимей қалды. Так, жердегі еттерді теріп алайық. Атқан саған. Мына жердегі сиырды өлтірдік. Опана, біздерде ет көбейді. Достар, ет көбейді. Так, мына атым қарны ашып қалған сияқты. Келші, тамақ жейсің ба? Жаным әшейін. Так, тамақ жемеймін дейді жота. Жемесе жемей-ақ қойсын. Айтпашы, достар, біздің жетелдер дейтін шошқаның етін дейді ғой. Оларға шошқаның етін аулап берсем қалай болады екен, Енді біздер шошқаның етін жемейміз. Біздер чисто қой, сиыр дегеннің еттерін жейміз. Бірақ біздің жетелдерге бәрібір біздің жетелдер шошқаның етін жей береді екен. Прикинь, кеше ғана естідім соны. Қазір онда біздерде мықты шошқалар бар ғой. Шошқаларды аулап берсекші. Жетелдер бір мәз болып қалсын. Қазір көрейік, мына жаққа шығып көрейікші. Не бар екен мына жақта аулайтын? Опана, негізі аңшылыққа шықпағалы көп болды ше. Аңшылыққа шығып тұру керек негізі арасында осылай. Саған, мында ит бар екен. Мына жақта жабайы итті өлтіріп тастадық. Әйтпесе біздің ауылдағы малдарды жеп кетіп жүрсе. Так, мына жақта қойлар бар екен. Қойларды қазір бытшын шығарып ұртсайын. Бері кел, қайда кетіп батсың сен? Давай. Охотаға шықпағалы как раз көп болып еді. Саған. Қасқыр ма немене бәле? Қасқыр сияқты, ода ит емес, қасқыр сияқты. Ё-моё, маған ырылдап тұр, прикинь. Так, мына да қасқырлар бар екен. Давай. Мына қараңыздар, көзін қараңыздар. Айбай, артынан қуып кетір. Ишак бас. Так. Опана, мінеки менің айтқан шошқаларым. Так, қазір біз шошқаларды аулаймыз. Саған. Қазір сендердің еттеріңді жетелдерге алып барып берейін. Мен жетелдер мәз болып қалсын. Так, саған. Негізі осылай аңға шығып, табиғатпен бірге, жабайы табиғатпен бірге бір қалып осылай жүрген негізі кайф қой, былай айтқанда ше. Осылай аңға шықсаң миың демалып тұрады дегендей, жұмыстан да шаршасаң осы жаққа келіп демалуға болады. Сол үшін өте керемет жер негізі орманда осылай аңшылыққа шыққан. Бірақ біздерде андай бір гигант андай аңға шыққанда аулайтын тау ешкі дейтіндер жоқ. Бізде чисто қой, осындай шошқа, жаңағы сиыр дейтіндер бар, андай түйе дейтіндер ондай жоқ. Біздің орманда ондай көп кездеспейді. Так, айтпашы қоян аулауға болады да, қоянға аңшылыққа шықса болады негізі. Жақсы, онда біздер өзіміздің аңшылығымызды бітірейік. Осымен тамам біздің аңшылықтың нәтижесі осындай. Міне 6 сиырдың еті бар екен бізде. Қазір осының бәрін жетелдерге таратып беретін боламыз. Бізден бір жақсылық болсын енді. Қазір енді мен мына қарата барып қайтайын. Мына жетелдердің үйлеріне барып қайтайын. Так, бергелі, жылқымды қолыммен ұстап жүрейінші.
Так, ассалаумағалейкум житель, қалайсың? Мәссаған, менде саған бір жақсы бір сыйлығым бар. Мен саған осындай сиырдың етін алып келдім. Сиырдың еті деп ғой, шошқаның етін алып келдім. Сендер дейтін шошқаның етін күшті жақсы көресіңдер ғой жегенде. Ой, көп рахмет Элиф, саған көп рахмет. Айтпақшы, менде де бір жаңалық бар. Алдындағы бір ана жердегі жолда бір сенің үйіңе ұқсас бір үй жердің астына кіріп кеткен, прикинь. Мен саған дым түсінбедім. Сонда қалай, жердің астында менің үйім тұр ма не? Қайда менің үйім, а? Так, қайсы, мынау ма? Ема, ох блин, мынаны қара, ема, мынау менің үйімнен аумайды ғой, мынау кузницаның үйінен аумайды ғой. Мына қараңыздар, есігіне дейін ұқсас. Мына жерде лавасы бар. Менің үйім тұр ма? Менің үйім тұр екен, аман есен, ё-майо. Мынау сонда кімнің үйі болды екен, а? Так, түсінсем бұйырмасын. Атымды бір жерге байлап кету керек еді. Так, атымды қайда байлап кетсем болады екен? Так, жылқымды ана құдықтың сабына байлап кетейін осы жерге. Так, осында бергелі. Так, осында тұра тұрсын жылқым. Қазір мен барып көріп келейінші. Ема. Так, достар, мынаны қараңыздар, менің үйіме ұқсас бір үй тұр мына жерде. Так, мына жақтан баспалтақ бар ма? Баспалтақ бар екен, түсіп көрейікші төменге. Мәссаған, так, өзіміздің қойдың етін жеп алайық. Ё-майо, бір баспалтақ керек маған. Так, қалай шығам мына жерге мен? Жақсы, мына жүнді құртып берейінші. Ничего страшно. Так, достар, мәссаған, мына үйдің ішінде кім бар екен? Үйдің ішінде ешкім жоқ па? Так, үйдің ішінде ешкім жоқ. Еба! Мәссаған, мынау менікінде компьютер ғой. Мынаны қараңыздар, менікінде ноутбук бар екен. Орнына қойып қояйын, қазір тағы да иесі келіп. Иесі бар ма? Негізі осы үйдің неменеге мынау жердің астында тұр? Так, мына жақта кола тұр екен, менің үйімдегідей кола еще әлі бітпеген. Мына жақта диван тұр. Дәл менің үйіме ұқсас қонау, кәдімгі дизайны, ішіндегі заттары бәрі менің үйім ғой таза тұрған. Ё-майо, мына үйді кім салып кеткен? Мына жаққа менікіндей қылып. Базар жоқ, түсінсем бұйырмасын. Так, жоғарға шығып кетейін енді, маған етін негізі мына үй керек емес. Так, қазір енді мен өзімнің жетелерден сұрап көрейін, мынау кімнің үй екен вообще-то. Давай жүр, атым, мен сені қазір үй жаққа байлап тастайын. Ассалаумағалейкум житель, ана жақта тұрған жердің астына кіріп кеткен үй кімдікі болды сонда? Сол, бәріміз сол үйді көріп таңқалып жатырмыз, білмей, бүгін таңертең сол үй пайда болды. Сенің үйінен аумайды, кәдімгі сенің үйің ұқсайды екен, базар жоқ. Менің үйіме аумайды екен, базар жоқ. Ничего страшно, тұра берсін, онда кімнің үйі болса да ертең барып өзім трактормен келіп көміп тастарамын. Хоп, анамна итімді деппін ғой. Жылқымды байлап қояйын, саған жылқымды бір мезетте ит қылып жүргенсің ғой, прикинь. Оқтей, мына печкаларға мен қазір 5-5-тен еттер салып тастайын, каканы еттер пісе берсін. Оған дейін мен қазір барып, үйге заттарымды қалдырып кетейін. Садақ, анау, мынау деген сияқты. Так, бағанағы үй кімдікі болды екен? Сонымен саған таң қалып тұрғаным-ай. Мына үй менікі болмаса, онда кімдікі болды екен? Так, иесі жоқ та, иесі әкелмеген. Значит, мынау иесі жоқ үй болып тұр ғой, жердің астынан бұл үй қалай пайда болды? Вообще менің үйіме дәл ұқсас үй ғой мынау еще. Ладно, онда ертең трактормен келіп мына үйді көміп тастарамыз, әйтпесе ертең жетелер байқамай түсіп кетіп шыға алмай қалып жүрер. Негізі бұл өте жаман, негізі бұл жамандықтың белгісі сияқты. Жердің астынан үй дейтін бір рет көрдім өмірімде, ё-майо. Так, жақсы, онда үй тұра берсін, ертең барып көміп тастарымыз. Саған құрметті жетелер, ана жердің астындағы үйге жақындамаңдар, бұл біздің үйіміз емес, в общем, өте қауіпті үй екен. Жерге түсіп кетсеңдер шалмай қалулары мүмкін, так что жақындамаңдар, түсіндіңдер ме? Так, түсінсеңдер, жетелдер, ана үйдің астындағы жердің астындағы үйге жақындамаңдар, түсіндіңдер ме? Все, жақындамаңдар. Так, братан, ана жердің астындағы үйге жақындама, в общем, түсіндің ғой да, давай. Так, біздер онда өзіміздің төсекке жатып ұйықтап алайыншы. Ё-майо, шаршап кеттік қой.